Наурыз мерекесі құтты болсын. Арма ағайын, құрметті оқырмандарым. Келіп жеткен наурыз мерекесі баршаңызға құт береке, ырыс берекесімен, мол жылымен, молшыла жылымен келсін. Баршаңызға наурыз жылы құтты болсын. Ал ендігі сұрақ сіздерге. Наурыз көжеге тойып ішіп алдыңыздар ма? Бәрі өз орнымен дегенде, осы көжені басқа күні істеп ішсең, осындай тәтті болмайды ғой. Наурыздың аты наурыз, наурызда ерекше тәтті болады. Ал енді әңгімені әр елдің салты басқа, сиыры қара қасқа деп бастаймын. Мен бүгін екі көже жасадым үйде. Біріншісі батыстікі, екіншісі оңтүстіктің екі көжесін жасадым. Әрине батыстың көжесін тек өзім ғана іштім. Өйткені оның ішіне құрамдарын айтсам, енді әр елде шынымен де бір Қазақстанда тұрсақ та бәрібір әр елдің өзінің салты басқа, сиыры қара қасқа дегендей ішіне қосатын қоспалары да бөлек ерекше ғой. Әркімдікі өзіне ай көрінер көзіне дей ма? Әркімдікі өзіне тәтті ғой. Мен басқа өзімнің төркініске көжемді сатып кете алмадым. Қанша жерден болса да бәрібір өзіңдікі тәтті болып көрінеді екен. Ал бірақ осыны үйдегілерге істеп берсем, тым тәтті деп ішпей қойды. Зато мен бір аптада өзіме тамақ істемеймін дейсің ғой. Ал мына жерде сіздерге көрсетіп атқаным оңтүстіктің ішінде, оңтүстікте істейтін қоспалары дейші, көбіне аттарын білмеймін мына жердегілердің. Әлі мына жерде қосатын қоспалардың 2-3 заты жоқ қой, бәрін жеке пісіреді. Одан қалса бәрін жеке бөлек араластырады, қатыққа араластыра ма солай үшін. Ай шүкір, әйтеуір ішіне қосатын бір несі бірдей десең, әйтеуір етті асып қойып салып қояды да соның сорпасына істейді ғой. Бірақ сонда да әйтеуір бізде негізі батыс жақта бірінші етті шыжғырып алады. Сіздерге қоспасын айтып кетейін, ал сіздер өздеріңіздің көжелеріңіз қандай екен комментарияға жазып кетіңіздер. Ал батыс жақтың қоспасы былай. Бір жақта көжені тым тәтті қылып істейді. Ал оңтүстік жақта қышқылтым қылып істейді. Ет, күріш, тары, мейіз, су, сүт деген сияқты сондай қоспалар қосады. Ал мына жердегі оңтүстіктікі келесі мынау батыстың көжесі. Ал сіздерде не қоспа қосады және де мына жерде көженің қайсысын ішер едіңіз? Лайк басып комментарий қалдырып кетіңіз.